Қаракөлде қырылған аққулар саны күн санап артып жатыр. Бүгінде олардың саны 400-ден асып жығылды. Маңғыстау облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы осылай деп дабыл қақты. Айтуларынша 21 желтоқсаннан бері құс төресінің қырылуы толастар емес. Мамандар қанаттылардың қырылуына құс тұмауымен қоса иммунитетінің әлсіздігі мен қоректің жетіспеуі себеп болуы мүмкін деп отыр. Өлген аққулардың саны 412 басқа жетті. Қазіргі кезде аталған аққулар, өлген аққуларды ветеринария мамандарымен бірігіп үстірт қорғау инспекторлары арнайы орындарда өртеу арқылы көму жұмыстарын жүргізуде. Енді Қаракөлдегі жаңағы өліп жатқан аққулардың 85-90% балапандары, былтырғы туған биыл балапандары. Үлкен аққулар өте сирек кездеседі ішінде. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды, көрермен.